Армысыздар, сіздермен киномен. Бүгін біз сүйкімді сүйектер атты фильмге шолу жасаймыз. Бұл фильмде кішкене қыздың қайғылы тағдырына куә боламыз. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ал біз бастаймыз. Ништяк, да? 1973 жылы Пенсильвания штатының кішігірім қалашығы. Оқиға Сьюзи Селман есімді 14 жасар қыздың айтуымен басталады. Ол бала кезіндегі естеліктерін айтуда. Қыз бұл күнді ата-анасы фотоаппарат алып бергендіктен жақсы біледі. Бұл аппарат қыздың ең сүйікті заты болады. Қыз болашақта кәсіби фотограф боламын деп армандайды. Сьюзи әкесімен бірге ескі заттарды шығарғанын есіне алады. Сол жерден барлығы бір түрлі деп санайтын Рут есімді қызды кездестіреді. Енді Сьюзи қыздың неге барлығынан алшақта өмір сүретінін түсінеді. Ол басқалар байқай алмайтын дүниені көре алады. Сьюзидің ең қорқынышты күндерінің бірі кішкене інісі қақалып демала алмай қалған күн еді. Ата-анасы үйінде болмағандықтан қызға інісін өзі ауруханаға апаруына тура келген. Қуанышқа орай қыз інісін уақытында әкелген. Бұдан кейін Лин есімді әжесі Будда философиясына сүйене келе, егер біреудің өмірін құтқарсаң, ұзақ өмір сүресің дейді. Әдеттегідей әжесі Лин қателескен еді. Қара күн тумас бұрын Сьюзи супермаркетте әжесімен жүреді. Қыз өзіне ұнап жүрген Рэй есімді жігітке қарап тұрады. Ғашық қыз жігіттен басқа ешкімді байқамайды. Бірақ осы уақытта қызды көрші тұратын ер адам аңдып жүреді. Бір күні Сьюзи тіпті оны әке-шешесімен тұрған жерінен суретке түсіріп алған. Қыз ер адамды есіне сақтап қалған, өйткені сол кезде ол жақсы суретін бүлдірген еді. Бірақ бұл хайуан қыздың жақсы суретін бүлдіріп қана қоймады. Сол күні ер адамның басына арам ой келген. Ол жас қызды есінен шығара алмады. Ер адам күннен күнге қызды өлтіру үшін тыңғылықты жоспар құрып дайындалды. Солай Сьюзидің басына қара бұлт үйірілетін күн де келіп жетті. Қыздың Эбигейл есімді анасы азанда қызын сөгеді. Себебі қыздың барлық фотопленкасын шығаруға олардың ақшалары жетпейді. Әкесі болса жақсы шешім табады. Ол әр ай сайын бір пленкадан шығаруды ұсынады. Далаға шығар алдын анасы қызына өзі тоқыған бас киімді береді. Мектепте Рэй Сьюзимен тілдеседі. Екеуі сенбі күні кездесуге шешім қабылдайды. Екеуінің бірінші жақындасуын мұғалім мен Руттың ұрысы бөледі. Қуанышты Сьюзи үйіне қайтады. Түсіп қалған кітабынан Рейдің жолдаған хаты ұшып кетеді. Хатта не жазылғанын қызға білу бұйырмайды. Оның алдынан Джордж Харвин есімді ер адам шығады. Ер адам қызбен бірден достық қарым-қатынаста сөйлесіп, көмегі керек екенін айтады. Ол ұзақ уақыт бірдеңе құрастырған, енді сырт көздің ойын білгісі келеді. Сьюзи бас тартқандықтан Харви бұны басқа балаларға көрсете алатынын айтады. Қызға бұл ер адамның соншалық қандай дүние жасағаны қызық болып, соңынан ереді. Бұл жерде Харви жер асты қорғанын салғанмыз. Ер адам бұны арнайы балалар үшін жасағанын айтып, қызға бірінші болып ішке енуді ұсынады. Қуанған бала көңіл ешқандай бөтен ойсыз төмен түседі. Артынан қорғанның есігі жабылады. Сол уақытта кейіпкердің үйінде кешкі ас уақыты болады. Ата-анасы кіші қыздарынан Сьюзидің мектепте үйірмеге қатысқандықтан кешігетінін естіп сабырға келеді. Харви қорған ішіндегі заттарға мақтануда. Кенет ер адамның көз қарасы өзгеріп кетеді. Қыз бірден күдіктеніп кетпек болады, бірақ Харви оны жібермейді. Ер адам қыздан жігітің бар ма деп сұрайды. Қорыққан қыз қайтуы керек екенін айтып, шығар жерге қарай жүгіреді. Бірақ қыздың бұл жерден шығуы енді мүмкін емес. Рут мектептен қайтып келе жатып, Сьюзидің жоғалтып алған хатын табады. Сол сәтте үйіне асыққан қызды көреді. Сол уақытта ата-анасы қобалжи бастайды. Олар Сьюзидің барлық достарына хабарласып, полицияға хабар береді. Джек енді күте алмай қызын іздеуге аттанады. Бірақ нәтижесіз. Полиция қыздың үйден қашып кетуі мүмкін екен деген күдікпен анасын сұрақ қалады. Көшеден Сьюзи әкесін байқап дауыстап шақырмақ болады, бірақ әкесі оны естімейді. Содан кейін тіпті көзден ғайып болады. Қыз тұман арасымен үйіне келеді, бірақ үйі бос. Тек алыстан полициямен сөйлесіп тұрған анасының дауысы естіледі. Қыз есіктің біріне кіріп ваннада жатқан ер адамды көреді. Айналасында қанға боялған заттар жатыр. Бұл ер адам қызға жасаған залымдығынан кейін жуынып жатқан Харви болып шығады. Азанда полиция егістіктен қыздың бас киімімен жердегі шұңқырды табады. Шұңқырда неше түрлі ағаштар мен жәшіктер болғандықтан бұл жерде қандай да бір құрылыс жүрген деген күдікке келеді. Оған қоса қан іздері табылған. Бұл хабар өте ауыр болса да, ата-анасы қыздарын аман есен табамыз деген үмітте болады. Харви барлығын ойластырып қойған.
Ол қылмыс орнында болған заттарының барлығын өртеп, ізін жуып шаяды. Ер адам далаға шығып, полицияның көршілерін тергеп жатқанын көреді. Сол арада Харви де тергеуге түседі. Ер адам ештеңке білмегендей болып, қыздың жоғалып кеткеніне өте қатты қапалы екенін айтады. Ол суреттен қыздың қолындағы білезігін көріп, дәл сол білезіктің полицияның бірінің жанында тұрғанын аңғарады. Ер адам оларды алдарқатып білезікті жасырады. Кейін оны да суға лақтырып жібереді. Сьюзи осы уақытта екі әлем арасында жүреді. Қыз мүлдем қорықпайды, керісінше тек жеңілдік сезінеді. Оны бір жерде күтіп тұр деген сезім жоғалған. Сьюзи өзін күтіп тұрған қапалы Рейді көреді. Бірақ қыз жігітке жеткісі келіп қанша тырысқанымен ештеңке шықпайды. Харви лақтырып жіберген білезікпен бірге кейіпкер батып кетеді. Есін жиып, Реймен кездесу керек делінген жерде екенін көреді. Ол жерден Рейдің қалдырған ғашық хатын табады. Қыз Руттың сол бір хатты Рейге қайтарғанын көреді. Рут жігітті сабырға шақырып, Сьюзидің әлі осы маңда жүргенін айтады. Сьюзидің жанына Холли есімді қыз келеді. Ол Сьюзидің жұмаққа барғысы келмегендіктен жаны екі ортада қалып қойғанын айтады. Сьюзи әкесінің қатты қайғырып жүргенін көріп, үйіне қайтқысы келеді. Сол уақытта Харви өзін өте сабырлы сезінеді. Ер адам өзінен ешкім күдіктенбейтініне сенімді. Әкесінің махаббаты қызының маңында жүргенін сезіндіреді. Әкесі қызының суреттерін тауып, келіскендей айына біреуін шығаруды ұйғарады. Ол полицияға көмектескісі келіп, қызының бөтен адаммен кетуі мүмкін емес екенін, демек қызы өзін өлтірген адамды танитынын айтады. Джек маңдағылардың барлығынан күдіктене бастайды. Оның қылмыскерді іздеуге түбегейлі кірісіп кеткені әйеліне ұнамайды. Тергеу ісі сол уақытта тығырыққа тіреледі. Өйткені осы уақытқа дейін қыздың денесі де табылмаған. Қайғыдан қан құсып жүрген отбасына көмектесуге әжелері Лин келеді. Қызының бұл қайғыға мойын ұсына алмай жүргенін көрген әйел көшуді ұсынады. Себебі бұл үйде үнемі жүрсе, мерт болған қызын үнемі ойлайтын болады. Эбигейл анасының кеңесіне құлақ тұрып, алыс жерге ойын алдарқату үшін ауыр жұмысқа кіреді. Ленсидің де өмірі жақсы жағынан өзгереді. Өзінің қайғылы ортасына қарамастан қыз жігітті кездестіреді. Бір күні қыз итімен серуендеп жүріп Харвиді жолықтырады. Ер адам оны танып амандасады. Рей болса бірнеше айдан кейін Сьюзидан үмітін үзіп, көп уақытын Рутпен өткізеді. Сол уақытта Сьюзи өзін өлтірген адамнан өшін алғысы келіп жүреді. Қыз оны бақылап, ер адамның сол күнді құштарлықпен есіне алып жүргенін көреді. Қыз ер адамның сол күнді қайта-қайта ойлап, тағы да қылмыс істегісі келіп жүргенін түсінеді. Жазда ол жүгері алқабында жүрген ғашықтарды аңдып жүреді. Харвидің басында жаңа жоспар туындайды. Ол бар назарын Линсиге аударып, артынан аңдиды. Бірақ ер адам Линсидің өзінде оны аңдып жүргенін аңғарады. Оны түсінген ер адам ашуланады. Өйткені ол өзінен ешкім күдіктенбейтініне сенімді болған. Оның ашуы жаңа жоспар құруға алып келеді. Сьюзидің өлімінен кейін бірнеше ай өтті. Джек қызының түсірген соңғы суреттерін шығарып, суреттердің бірінен Харвидан қарады. Ол Харвидің үйіне келеді. Ер адам оған үйректерге арналған тұзақ жасап жатқанын айтады. Оған қоса қызының өліміне көңіл айтады. Сьюзи әкесіне белгі береді. Сол сәтте ер адам қызын кім өлтіргенін түсінеді. Джек ашуға мініп, қылмыскердің үйінің есігін қирата жаздайды. Кейін олардың үйіне детектив келіп, адамды дәлелсіз айыптауға болмайтынын айтады. Джекті қызы қолда полицияны қорқақсыңдар деп айыптайды. Бірақ Джек детективпен келісіп, бұл оқиғаны ұмытамын деп түр жасайды. Бірақ сол түні ер адам қолына шоқпарын алып Харвидің үйіне қарай бет алады. Сол сәтте оның жүгері алқабына бет алғанын көреді. Ашуға мінген Джек оның артынан түсіп, кездейсоқ ашық жұппен қақтығысады. Джектің бұл жерде қандай оймен жүргенін түсінбеген жігіт ер адамды өлімші етіп сабап тастайды. Сьюзи кек алғысы келгені қандай нәтижеге алып келгенін көріп, қорқынышын артқа тастап Харвидің үйіне кіреді. Қыз қаншердің қолынан мерт болған жалғыз адам емес екенін түсінеді. Құрбандар арасында әртүрлі жастағы балалар бар. Ең кішісі небәрі 6 жасар қыз болған. Оған қоса өліктер арасынан Холлиді табады. Жертөледен қыздың денесін жасырған сейф алдында отырған Харвиді көреді. Жүгіру кезінде Ленси Харвидің үйінен шығып кеткенін көреді. Қылмыскердің үйіне кіру үшін ол топтан қалып қояды. Қыз жертөле терезесін шағып үйге кіреді. Ленси еденнен ер адамның қылмысы жазылған күнделігін табады. Күнделік ішінде оның әпкесінің шашының бөлігі де бар. Сол уақытта Харви үйіне келіп бірден жертөлесіне түсіп шағылған терезесін көреді.
Харви төбеден шуды естіп бірден екінші қабатқа көтеріледі. Қызға терезеден секіруге тура келеді. Ленси жеткізбей қашып кеткендіктен Харви үйінен асығыс кетуге жиналады. Ленси үйіне келіп анасының келгенін көреді. Отбасының тағы да бақытты бола бастағанын көрген қыз ата-анасына күнделікті көрсетпей әжесіне ұстатады. Харви болса сейфті қоқсық төгетін жерге әкеледі. Ол қожайынға ақша беріп сейфтен құтылуына көмектесуін сұрайды. Сьюзи о дүниеден қылмыскер қолынан мерт болған қыздардың жанын кездестіреді. Олар қызды жұмаққа шақырады. Бірақ Сьюзи кетпес бұрын Руттың денесіне еніп Реймен алғашқы рет сүйіседі. Содан кейін ол тірілер әлемінен мәңгілікке кетеді. Сьюзидің үйінде тыныштық орнайды. Оның сіңілісі бала күтуде. Кейін жазадан құтылып кеткен қартайып қалған Харви басқа қалаға қоныс аударады. Ол жаңа жемтігін бақылап тұрғанда абайсызда жардан құлап мерт болады. Осылай фильм аяқталады. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен Киномен.